бүкіл СНГ елдерінде өзінің саудасын жүзеге асыратын болады. Және де инеден бастап автобөлшектерге дейінгі тауарлардың ассортименті болады. Яғни қазір байқасаңыздар, біздің маркетплейсті ашып қарасаңыздар, күннен күнге тауарлар көбейіп жатыр, әр түрлі категориядағы тауарлар. 3 түрлі товар болады. Біріншісі ол лимонның өзінің бренді, собственный бренд лимоны. Яғни лимон өзінің өндірісі болады, өзінің атынан шығаратын товарлары болады. Плюс Қытайдың басқа өндірушілері осы лимонға жаңағы несін көтеру үшін, ассортиментті көбейту үшін кіре алады, және де жергілікті. Осы жерде жақсылап назар аударыңыздар. Егер де сіздерде өздеріңізде таныстарыңызда завод, фабрика, қандай да бір өндіріс, цех, ателье, тіпті ферма болса да, сіздер өздеріңіздің тауарларыңызды осы лимонда сата аласыздар, оны бүкіл СНГ алатын болады. Енді бізде қандай ерекшеліктер бар? Біріншіден, доставка тегін, салмаққа төлемейміз, бағасы нарықтағы бағадан төмен, өйткені бізде тікелей жаңағы біздің производительдерден болады. Плюс сапасы өте жоғары. Өйткені қазір білесіздер, көптеген китайский маркетплейстерден заказ беретін болса, бізде фотода басқа товар келген кезде ғана бір жылдығымызды атап өткен болатынбыз. Қырғызстанда 3 күндік үлкен жаңағы мероприятие, конференциялармен. Бұл компанияның негізін қалаушы Қытай бизнесмені Ли Хонли деген кісі, және де ол осы лимон маркетплейсінің авторы болып келеді. Ал енді білесіздер, кез келген товар, бизнес проект болсын, ол рекламаны талап етеді, дұрыс па? Бізде лимонға сатып алушылар керек. Сондықтан біздің компания именно сетевой маркетингті таңдап отыр. Неге? Өйткені білесіздер, бұл Қытайда қалыптасқан уже бизнес макет былайша айтқанда. Қытайда үлкен конкуренция, ол жақта мыңдаған плей-маркеттер бар, маркетплейстер бар, білесіздер. Сондықтан осындай жаңағы СНГ-ға келген кезде бірден жақсы подъем алу үшін сетевой маркетингті таңдап отыр. Өйткені сет арқылы біз тек қана информация беріп қоймаймыз, сет арқылы тікелей лимонға уже потребительдерді тарта аламыз, дұрыс па? Осылайша мысалы Қытайдың нарығына DT такси кірген болатын, өздеріңіз білесіздер, WeChat кірген болатын. WeChat білесіздер, WhatsApp-ты ығыстырып өздерінің Қытайлардың жаңағы нелерін ашты, мессенджерлерін ашты. Қазір бүкіл халық Қытайда тек қана WeChat-пен қолданады. Олар да дәл осылай нарыққа кірді, сет арқылы кірді. Бұл конкуренцияны басып озудың басты құралы. Тем более сетевой маркетинг өзін как рекламный инструмент ретінде уже годами доказал. Бойынша жақсы табысқа шыға алады. Ол үшін әрине бірінші партнер болуыңыз керек. Партнерлықтың бізде 3 түрлі картасы бар. Қараңыздар, күміс картасы $196, сіздерге 30% жеңілдік береді. Осы жерде назар аударыңыздар. Бұл бізге маркетинг бойынша жеңілдік. Лимондағы жеңілдіктеріңіз бөлек болды. Екінші бөлімде айтамын. Ал мына именно жеңілдіктер тек қана біздің продукцияға, Енді алтын картасы $500, 40% жеңілдікпен, бриллиант картасы $1000, 50% жеңілдікпен. Қараңыздар, бұл жерде $196 болған кезде сіздер картадан алып қоймайсыздар. Сіздер картамен бірге компаниядан 4 өнім аласыз, 196-ға кірсеңіздер. 504-ке кірген кезде тек қана карта емес, сонымен қоса компанияның 12 өнімін аласыздар. Ал енді керемет акция жайлы айтайын. Сіздерге қазір осы айдың аяғына дейін $196-ға сіздер бірден карталарыңызды алтынға үлкейте аласыздар. $504-ға бірден карталарыңызды бриллиантқа үлкейте аласыздар. Сонда қазір $1000 төлеудің қажеті жоқ, күміс картасын қарастырмаймыз. Плюс ай сайын біздің жаңадан келген партнерларымызға ай сайын неше түрлі сыйлықтар беріледі, промоушндар жүргізіледі. Мысалы, сіз өзіңізге 196-ға карта алсаңыз, онда осындай набор косметики сыйлыққа аласыз, бір набор аласыз. 504-ке 2 набор аласыз. Және де өзіңіздің официальный сайтта личный кабинетіңіз болады, плюс структурада орныңыз болады. Енді осы жерден бастап жақсылап назар аударып тыңдайық. Біздің компания тринар жүйесі бойынша жұмыс жасайды. Білесіздер, кез келген сетевойда өзінің системасы бар. Бинар, классика, матрица, әртүрлі. Бұл система бойынша әр партнердің 3 структурасы болады. Бұл система Қытайда өте популярный, көптеген маркетингтерде қолданылады. Неге өйткені өте оңтайлы, қолайлы, тез табысқа шығарады. Енді бұл система бойынша 5 түрлі табыстарымыз бар. Біріншісі бұл реферальный бонус деп аталады. Реферальный бонус сізге өзіңіз жеке партнер шақырасыз ғой, сол кезде табатын бонустарыңыз 20%-пен 60%-ға дейін. Әр бір
циклдан тұрады, әр цикл 3 адамнан тұрады. Есептеп көрейік, қанша табатыңызды. Компанияда 0,8 деген қауіпсіздік коэффициенті бар. Бүкіл сіздің зарплатаңыз, алатын табысыңыз, бүкіл сіздің бонустарыңыз осы товар оборотыңыз осы 0,8 коэффициентімен есептеледі. Бұл коэффициент неге қойылған? Біріншіден валюта күнде ауысып тұрады. Осы валюта ауысқан кезде подушка безопасности ретінде болсын деген. Біріншіден, екіншіден біздің партнерларға арнайы ай сайын әртүрлі промо акциялар ұйымдастыру үшін қойылған коэффициент. Енді бірінші партнеріңізді $504 шақырсаңыз, сіздің табысыңыз 20%-ды құрайды екен, сонда $80 сіздің бірінші табысыңыз. $196 екінші партнер шақырған кезде де 20%, $30 табасыз. Ал уже үшінші партнеріңізді, мысалы 504-ке шақырсаңыз, сонда 60%, яғни $240 табасыз. Значит, әрбір бірінші, екінші адам сізге 20% табыс әкеледі өзің алған картасынан, ал әрбір үшінші адам 60% табыс әкеледі. Мысалы, үшінші адамыңыз 196-ға тіркелсе, онда сізде мына жерде $90 болады. Енді қараңыздар, бұл жерде ең басты плюсы бізде жеке партнерлардан шектеу жоқ. Егер де қаласаңыз 3 адам, қаласаңыз 300 адам шақырасыз. Ол уже өзіңіздің тікелей белсенділігіңізге байланысты да. Ал ары қарайғы табыстарды айту үшін кішкене системаның өзінің миссиясын атқарып бітеді. 27-ші жылы осы уақытқа дейін кімде-кім $100,000 товар оборот жасап үлгерсе, немесе жұлдыздардың қайсы біріне иеленсе, онда автоматты түрде Лимон маркетплейсінің 49% акциясын бөлшекке түсетін акционерлердің қатарына қосылады. Және де өмір бойы өзінің дивидендін алады. Бұл жердегі ерекшелік, егер де сіздер компаниядан $100,000 товар оборот жасап, $200-500 ие болсаңыз, онда Лимонда 10 есе, 100 есе көп болады білесіздер, потому что маркетплейстердің товар обороты триллиардный, да? Поэтому бұл жердегі табыстарыңыз наградтармен салыстыруға келмейді мүлдем. Енді қараңыздар, резюме жасайық. Бірінші реферальный бонус. Екінші, бізде чек-от-чека табысымызда 5 түрлі табыс еді. Үшінші, ол сіздің структурный товар оборотыңыз, менің күнделікті алатын ақшаңыз. Және де біздің единожды премиямыз бар. Бұл төртінші біздің табысымыз. Енді бізде бесінші табыс көзі бар. Бұл маркетингке ешқандай қатысы жоқ. Кімде-кім Лимон маркетплейсінің 49% акциясына үлгермей қалса, немесе үлгерген болса да, онда карта егерлеріне біріншіден, күміс, алтын, бриллиант карта алғандарыңыз үшін сіздер Лимонның привилегированный клиент боласыздар. Бүкіл товарға 15%-ға дейін скидка болады. Бірақ товардың категориясына байланысты. Мысалы, мебель болса да, басқа скидка деген сияқты да, және бонустарыңыз болады. Әр алған товарыңыздан кэшбэк бонус қайтып келеді, оны қайтадан товарға сатып аласыздар, қолдана аласыздар. Бұл жердегі тағы да 5-ші табыс түрі сіздерге ссылка беріледі. Бұл ссылканы бір ай уақытта сіздер таныстарыңызға таратасыздар. Ол кім? Ол Лимонға сіздің ссылкаңыз арқылы тегін тіркеліп Лимонның потенциальный клиенттері. Сіздің ссылкаңызды ол кісілер басқа табыстарына тараталады. Олар үшінші адамға тараталады. Осылайша сізде 3 поколение қалыптасады. Адам саны шексіз, тек уақыт шектеулі. Осы кездегі тіркелген бүкіл сіздің таныстарыңызда бәрі Лимоннан сауда жасаған сайын, товар алған сайын сізге табыс түседі. Бірінші поколениеңізден 3 табыс, екінші поколениеңізден 2%, 3% и үшінші поколениеден 1% табыс түседі екен. И это бесконечно, то есть қаншалықты сауда жасайды, соншалықты сіздер таба бересіздер. Бұл жерде бірақ бір нюанс бар. Күміс карта егерлері тек қана 1 поколениеден табалады. Алтын карта 2 поколение, бриллиант картасы бүкіл 3 поколениеден табыс табалады. Және бұл кісілерді регистрация жасап тіркелу үшін керемет промо акция ойлап тапты Лимон. Біз үшін, біздің партнерларымыз үшін да. Ол қандай промо акция? Біріншіден сіздер айтыласыздар. Егер өзінің миссиясын атқарып бітеді, 27-ші жылы осы уақытқа дейін кімде-кім $100,000 товар оборот жасап үлгерсе, немесе жұлдыздардың қайсы біріне иеленсе, онда автоматты түрде Лимон маркетплейсінің 49% акциясын бөлшекке түсетін акционерлердің қатарына қосылады. Және де өмір бойы өзінің дивидендін алады. Бұл жердегі ерекшелік,
егер де сіздер компаниядан 100 000 доллар товар оборот жасап 200-500 долларға ие болсаңыз, онда лимонда 10 есе 100 есе көп болады, білесіздер, потому что маркетплейстардың товар обороты триллиардный, да. Поэтому бұл жердегі табыстарыңыз наградтармен салыстыруға келмейді мүлдем. Енді қараңыздар, резюме жасайық. Бірінші реферальный бонус, екінші бізде чек от чека, табысымызда 5 түрлі табыс еді. Үшінші ол сіздің структурный товар оборотыңыз, менің күнделікті алатын ақшаңыз. Және де біздің единожды премиямыз бар. Бұл төртінші біздің табысымыз. Енді бізде бесінші табыс көзі бар. Бұл маркетингке ешқандай қатысы жоқ. Кімде-кім Limon маркетплейсінің 49% акциясына үлгермей қалса, немесе үлгерген болса да, онда карта егерлеріне біріншіден, күміс, алтын, бриллиант карта алғандарыңыз үшін сіздер Limonның привилегированный клиент боласыздар. Бүкіл товарға 15%-ға дейін скидка болады. Бірақ товардың категориясына байланысты. Мысалы, мебель болса да, басқа скидка деген сияқты да, және бонустарыңыз болады. Әр алған товарыңыздан кэшбэк бонус қайтып келеді, оны қайтадан товарға сатып аласыздар, қолдана аласыздар. Бұл жердегі тағы да 5-ші табыс түрі сіздерге ссылка беріледі. Бұл ссылканы бір ай уақытта сіздер таныстарыңызға таратасыздар. Ол кім? Ол Лимонға сіздің ссылкаңыз арқылы тегін тіркеліп Лимонның потенциальный клиенттері. Сіздің ссылкаңызды ол кісілер басқа табыстарына тараталады. Олар үшінші адамға тараталады. Осылайша сізде 3 поколение қалыптасады. Адам саны шексіз, тек уақыт шектеулі. Осы кездегі тіркелген бүкіл жаңағы сіздің таныстарыңызда бәрі Лимоннан сауда жасаған сайын, товар алған сайын сізге табыс түседі. Бірінші поколениеңізден 3 табыс, екінші поколениеңізден 2%, 3% и үшінші поколениядан 1% табыс түседі екен. И это бесконечно, то есть қаншалықты сауда жасайды, соншалықты сіздер таба бересіздер. Бұл жерде бірақ бір нюанс бар. Күміс карта егерлері тек қана бір поколениядан табалады. Алтын карта 2 поколения, бриллиант картасы бүкіл 3 поколениядан табыс табалады. Және бұл кісілерді регистрация жасап тіркелу үшін керемет промо акция ойлап тапты Лимон. Біз үшін, біздің партнерларымыз үшін да. Ол қандай промо акция? Біріншіден сіздер айта аласыздар. Егер бірақ сіздер скидкамен аласыздар, уже 70 доллардан 4-еу есептесеңіздер да 280 ғой, сіздер оны 196-ға уже 30%-ық жеңілдікпен аласыздар. Көрдіңіздер ма? Ал 504-де сіздер 12 товар аласыздар. 4-тен каждыйынан аласыздар, 2 набор косметики аласыздар. Ал 196-ға баста кіріп кейін 294 долларға апгрейд жасасаңыздар 7 товар плюс тағы бір набор. Но вы здесь проигрываете. В каком плане? 504-те сіздерде сразу бриллиантовая карта 12 товар. На жерде де сіздерде бриллиантовая карта, но 11 товар. Продукция. Бір товарға меньше получается.